Аударып дыбыстаған Аями Слайм каналы. Сонымен, мен 3-ші немесе 4-ші сынып оқыған кезде құрбымның үйінде қонуға қалған. Дәл сол кезде оның басында бит болды. Әрине, мен бұл жайлы білмедім. Және де битке қарсы ешқандай таблетка қолданбағандықтан, олар маған жұғып кетті. Ата-анам маған барынша көмектескісі келді, бірақ та ақыр соңында менің бауырымда да бит болды. Мен бұл жайлы тек қана сол қызға айтқан болатын, бірақ та бір күні оны басқа қыз естіп қалды. Ол да менің араласатын достарымен араласатын. Бір кезде асханада мен оған жақындаған кезде, ол маған желкенішпен қарады. Содан кейін ақырындап артқа барып, басқа қыздарға жақындап, сыбырлап бірдеңе айтты. Мен оларға жақындағанда олардың барлығы қашып кетті. Менің ойымша, ол барлығына айтып берді. Және де достарыма менімен араласпасын деп айтқаны белгілі. Осылай мен жалғыз болып қалдым. Себебі менің басымда бит бар. Бір күні тіпті мұғалім де мені үйіме қайтарып жіберген болатын. Себебі ол менің басымда бит бар екенін байқап қалды. Сыныпта маған қиын болатын, себебі барлығы мені мазақтайтын. Бірақ та қазіргі кезде менің битім жоқ. Және де 5-ші сыныпқа өткен кезде бізге жаңадан бір ұл келген болатын. Ол әзілкеш болатын. Және де ол барлық баланың басынан ұстап шығатын. Жай ғана ұстап шығады. Қызық көрінеді, иә? Содан кейін ана қыз қайтадан келіп, мен сенің орнында Нораның шашын ұстамаушы едім, деді. Және ол бірден кетіп қалды. Ол қыз менен әлі де қашып жүрді. Және де достарыммен де араластырмады. Әрине де мен жыладым. Сол жылағанымды бір кезде мұғалім байқап қалды. Содан кейін ол мені мектеп психологына жіберген болатын. Біраз уақыттан кейін ол маған келіп менен кешірім сұрады. Және де дәл қазір біз онымен жақсы достармыз. Және де естеріңізде болсын, егер де сіздердің бастарыңызда бит болса, ол жақын арада бітіп қалады. Ең бастысы бастарыңызды таза жуыңыздар, және де биттерге қарсы таблетка қолданыңыздар. Әсіресе біреуге қонаққа барарда. Бәріне сау болыңыздар.